Дулат мырза, қош келдіңіз студиямызға. Бұл жалпы бана өзіңізге түсіндіріп кеткендей медицина саласындағы Атыраудағы бірінші осындай медиа проект, Атырау денсаулық медиа деген проект. Соның ішіндегі бір бөлігі бұл подкаст. Әрбір медицина саласындағы мамандармен кездесіп, өзінің сол жасап жатқан жұмыс бағыты бойынша халыққа түсінікті тілмен бір информация жеткізгіміз келеді. Сол себепті бүгін енді қош келдіңіз. Біздің қонақта бүгін уролог, андролог ба? Уролог, андролог. Жалпы енді осы жердегі ең бірінші сұрақ мынандай болып тұр енді. Урология деген нәрсені дұрыстап түсіндіріп бір кетсеңіз, не мәселе бұл жерде? Қандай мәселелерді қарайды? Қандай аурулармен жұмыс жасайды деген сияқты? Енді урология ол ғылымы біздерде көбіне мына ер адамдар мен әйел адамдардың жалпы несеп шығару жүйесін зерттеу, несеп шығару жүйесінің ауруларында болатын ауруларды емдейтін дәрігер, маман деп айтсақ болады. Енді урологияда бұл жерде жаңа енді мына сіздің қазір проектіңіз өте керемет проект екен, өйткені қазіргі таңда әрине біздің қарапайым халықпен және дәрігерлердің арасында қарапайым тілмен түсінісу деген кей кезде жағдайда қиын болып жатады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Сол жағдайда мына бізде қазір уролог деген кім, андролог деген кім, кейбір адамдар өздері маманды түсінбей отырады да. Кім қандай маман? Бір қарапайым жағдайлар, мен даже таныстарым да өзіме звондап жатады. Дулат, менде геморрой шығып кетті, қарайсың ба деп. Олар ойлайды, біздер ерлер жыныс мүшесін қарағасын, олар геморройды да біздер. Мысалы, онда проктолог деген маман бар. Ол артқы, жақты ер адамдардың сондай ауруларды емдейді. Сол сияқты ол бір жағынан ағарту жұмысы сияқты да халықтар үшін де. Өйткені ол адам қандай жағдайда қандай дәрігерге барып емделу керек екенін біліп отырады. Енді бізде қазір келетін болсақ, біздер урологияның өзінде енді қазіргі таңда біздер ер адамның мәселесі бірінші қойылып жатыр ғой. Өйткені дабыл соғылып жатыр, өйткені ер адамдардың денсаулығы қарапайым айтқанда шеткері қалып қойып жатыр. Өйткені біздерде ер азаматтар табыс табушы, үйдің арыстаны, өйткені олар ауырмайды, олар әр уақытта бір биікте тұратын сияқты көрінеді. Кейбір даже осындай мәселелерде ер адамдар өзінің ауырғанына да намыстанатындар бар ғой. Жоқ, ауырып отырған жоқпын деп жүре беретіндер. Ол айта алмайды, ол қабағын шытып отырғысы келмейді, сондай ер азаматтар бар. Бұл деген ауырғандық, ол мен әлсіздік деп ойламаймын. Ол адам өмір сүріп жатқасын, әр адамда бір кезеңінде ауырсыну белгілері, бір кезеңінде әр салқын тисе де бір сол ауруды асқындырып алмау ең бірінші мәселе. Ары қарай асқындырмау. Егер де дер кезінде емделетін болса, әр аурудың өзінің шешімі бар. Енді біздерде қазір урология и андрология деп бөлінеді. Мысалы, оның ішінде андрология бөлігі бұл ерлі адамдардың денсаулығын зерттеу. Ер адамдардың. Бұл жерде деген біздерде қазір ерлер денсаулығы әйел адамдарда, мысалы, урологқа айтады ғой, мысалы, кейбір әйел адамдар ойлайды, мен неге урологқа жіберіп жатыр мені деп келетіндер бар. Өйткені урологтарда, өйткені бұл бүйректің ауруы, қуықтың ауруын оны урологтар қарайды. Ер болсын, әйел болсын, бүйрегінде тас болған жағдайда, және де жарақаттар болса да, ол кезде уролог шақырып, уролог қарайды. Цистит, например, қарапайым әйел адамдар урологқа барып қаралады. Пилонефрит, бүйректің қабыну аурулары, ол кезде уролог қарайды. Ол әйел адамда да, ер адамдарда кездеседі. Сондықтан бұл жерде уролог тек қана ер адамдарды қарайды деген қағиданы жоққа шығаруға болады. Урология сонда урология жалпы ер адамында, әйел адамында қаралы несеп шығару жүйесінің зерттеу, несеп шығару жолдарын зерттеу. Несеп шығару. Енді бана өзіңіз айтқан андрология, ол тек ер адамдардың денсаулығын зерттеу. Түсінікті. Қазір гинеколог дейді ғой. Вот сол ер адамдарда андролог деп айтса бар. Түсінікті. Егер урология ер адамды екеуінде де қарайтын болса, гинекология әйел адамдар, андрология ол ер адамдарға бағытталған. Керемет. Бұл жерде енді олай болса, мынандай бір нәрсе бар. Енді
белден төмен әңгіменің бәрі ұят болып кетті. Соның ішіндегі именно ер адамдар қазір көп қаралып жатпайды. Бұрынғы кездерде емес, жалпы бедеулік деген мәселені бірыңғай кейде бір әйел адамдарға жауып жатқан сияқты болып көрінеді, бірақ қазіргі нелерде көзіміз көріп жүр, ер адамдарда көп кездесіп жатады. Осының қандай ол бедеулік деген солай адам дүниеге келеді ма, әлде ол жүре бара болатын дүние ма ол? Енді мына жерде қазір айтатын болса, бедеулік, жалпы бедеулік деген қандай жағдайда біздер бедеулік деп атаймыз? Вот бедеулік дегеніміз ол екі жас бір-бірін сүйіп қосылды, бір жыл сақтанушы жыныстық қатынаста араларында баланың болмауы, ол бедеулік деп соны айтамыз. Ол бір жылдың ішінде балдар жоқ арасында. Енді бұл қазір бедеуліктің себебін оны әйелден де болуы мүмкін, ерден де болуы мүмкін, және де аралас та болуы мүмкін. Өйткені әйелде де нашар, ерде де нашар, или екеуінде ортақ бір проблема, да, шешім проблема болуы мүмкін. Енді мына жерде қазір біздерде әрине именно ер адамдар соның ішінде бөліп алатын болсақ, қазіргі таңда енді ер адамдардың құлақтарына алтын сырға деп айтсам болады. Өйткені 40% бедеуліктің ер адамдарға тиесілі болып табылады. Шынында қарағанда ортасы ғой. Әйелде, елде теңдей. Енді бұл бедеуліктің қазіргі таңдағы, мысалға мен өзім приемда отырам, именно мына ерлер бедеулігі жөнінде. Әрине бір андай приемға адам келмей қалған күн болмады ғой. Көп жағдайда қазір жас семья құрып атқан жас жұбайлардың арасында ең бірінші келіп, біздерде бір жыл болды, бала болмай жатыр деп келіп тұрады. Енді бір қуантарлық жағдай мына жерде, жаңа айтып отыр ғой, біздер қазір ер адамдар көп келіп қаралмайтын деп айтады. Бірақ қазіргі жастарда мен риза болатыным, мен үйленейін деп едім, семья құрайын деп едім деген сияқты жастар келіп тұрады. Өте қуанамын сол кезде. Ол мен жаңа жоспарлап деп едік семьяны, және ғана ең бірінші қатынасқа түсейік деп едік деген сияқты сондай да сұрақтар, консультация алып, қалай дұрыс болады деп екеуі уайымдап келіп кететін жағдайлар болады. Мен ол кезде өте қуанамын ондайларға. Ондайларға барынша көмектесіп, барынша қалай дұрыс жасау керек екен, қалай дұрыс болу керек екен. Мына жерде қазір біреулер күлетін шығар, оны да білмейді ма деп. Бұл жерде білмеуде емес, бұл жерде мына жыныстық гигиена дейді ғой. Соның алдын алу. Өйткені ең бірінші, егерде қазір мысалы біреуінде инфекция болған жағдайда екеуінде де инфекция болады, егер тексерілмей кететін болса. Сондықтан алдын ала тексеріліп, жоспарлап, жүктілікті жоспарлау, ол да бір үлкен іс деп айтсақ болады, жасалатын. Енді қазіргі сіз жаңа сұрағыңызда ерлер бедеулігі ол жүре пайда бола ма, әлде солай туыла ма? Әрине ерлер бедеулігі ол жүре пайда болатын да түрі бар, және туа біткен де түрлері бар. Өйткені туа біткен түрлері ол мына ата-аналарға егер қарайтын болса, ата-аналарға айтарым, ер балдары бар ата-аналар үйінде балдарын тексеру, өзінің учаскелік дәрігеріне апарып, педиатрына апарып, ер баланы уақытылы тексерістен өткізіп отыру. Бұл жерде ер баланың аталық бездерінің бар жоқтығы орында, яғни крипторхизм деген ауру бар, аталық бездердің өзінің омасына орнына түспей қалуы, туа біткен ақауларға жатады. Және де 13 жас отау иесі дейді, қазақта. 13 жас отау иесі дегеніміз, әрине ол баланы үйлендіріп жіберу керек деген емес. 13 жас отау иесі деген бұл сол кезде ер адамдардың организмі оянатын уақыт деп айтсақ болады. Мына аталық бездер оянып, сол кезде сперматоцоидтардың түзіліп бастайтын уақыты. Сол кезде баланы бақылау керек, өткізіп алмау керек. Өйткені туа біткен себептер жаңа крипторхизм, жыныс мүшесінің дұрыс дамымауы, например, үрпісінің каналының дұрыс шықпауы, дұрыс дамымауы, және де туа біткен генетикалық аурулар да болуы мүмкін. Ол Клайнфельтер дейді, Кальманы деген сияқты қосымша аурулар бар. Ол генетикалық хромосомдық ауытқулар. Енді ол жағдайлар әрине өте ауыр түрде өтетін жағдайлар, өйткені бұл жағдайларда генетикалық әке болу, өзінің генетикалық әке болу шансы өте төмендей бастайды ондай науқастарда.
поэтому жаңағы крипторхизм болса, ол жас кезінде егер орнына салдырып операциясын жасайтын болса, уақытылы отасын операция арқылы жасалады, отасы уақытылы жасалатын болса, ол балада әрі қарай бала жүкті қылуға жолдасын болашақ. Или бала сүюге деп айтамыз ба, сол өте шанс жоғары. Бұл жерде банадай, егер уақытылы дедіңіз, егер де бұл енді жалпы қазіргі демей медицинаның жақта бізде кішкене сауаттылық жетіспей жатады да, халықта, қарапайым халықта. Енді ол нәрсенің ол уақыттан өтіп кетсе ата-ана, егерде бір енді ер жігіт өзі есейіп ержеткеннен кейін барып осыны түсініп жатса сол уақыттарда, сондай моменттерде болған операция жасалына ма? Ондай жағдайларда әрине маған келген науқастардың, пациенттердің арасында да ондайлар болды. Мысалға 25-30 жасында, 25 жасында, например, үйленді, келеді, бір жақ жұмыртқасы жоқ, сосын мен сұраймын, бұл өзің білдің ба? Ол айтады, например, менде бұрыннан осындай деп өзі айтады, қой, оны кімге айтамын, кім не істейді деген сияқты. Енді бұл жағдайда тек анықтау қалады, бірінші жұмыртқасы қай деңгейде қалып қойғанын анықтау керек. Егер де ол төменгі деңгейде, шаба аралықта тұрса, әрине түсіріп көруге болады. Но жаңағы айтып отырмын, пубертанттық кезеңнен өтіп кеткеннен кейін ол әрине қиындау болады, өйткені күрделі болады. Егер бір жағы сақталып қалған болса, ол бір жақтан да жасай беруге болады негізі. Енді қазір бізде таңда медицинаның дамыған заманы ғой. Бұрында, например, спермограмма, мен жалпы бас тексерілуді айтып кетейін, өйткені бұл жерде қазір ары қарай айтылатын әңгімелер уже спермограмма бірінші тексеру ғой, шауыпты каналда. Бізде, например, ер азаматтар келген кезде, мен 2 жас келді, например, балдары жоқ, 1 жылдан бері қатынаста жүр, балдары жоқ. Олар алады да әйелін жібереді, гинекологқа әйелін жібереді, өзі үйде отырады телевизордың алдында, потому что ер адамда ауырмайды олар, ер адам арыстан, онда всегда бәрі жақсы, потому что ол өзін ауру сияқты сезінбейді. Ол еркектерде бір жер дызылдап, ауырып тұрмайды, өйткені қатынасқа нормально түседі. Барлық өмір нормально, кішідер еткен нормально болады, қатынасқа нормально болады, бәрі жас болғасын, оларды бәрі жақсы. Ол сондықтан ойлайды, менікі бәрі нормально, бәрі дұрыс деп ойлайды. Шауып шығып тұр, қатынасқа түскен кезде. Соны қарайды да, ол менде бәрі жақсы деп ойлайды. Ал әйел тексеріледі, әйелінде бәрі жақсы, былай жүреді, сенделіп. Содан кейін айтады бір күні гинеколог, репродуктолог әлде күйеуіңді бір тексеріп қарайық деп, сол кезде сперма тапсырған кезде кей жағдайда 0 болып шығып жатады. Кей жағдайларда енді әрине төмен болса оны емдеуге болады, астенотираза дейді, например, сперматоидтардың активностінің төмендеуі, сперматоидтардың нормальный түрлерінің төмендеуі сияқты өзінің терминология бойынша қойылатын түрлері бар. Егер де сперматоид анықталса, әрине ол приговор емес уже, өйткені ол жағдайда эко жасаса да мүмкіншілік бар. В основном мына сперматозоидтарда сперманың анықталмауы. Например, сондай сияқты диагноздар болады, азоспермия дейтін. Ол азоспермия, сперма тапсырады, шауып бар, мынандай құйып береді, тапсырған кезде сперматозоидтар анықталмайды. Өлі емес, сперматозоидтар жоқ, мүлдем жоқ, 0 болып тұрады, прям дым жоқ. Бұл да жағдайда азоспермия деп диагноз қоямыз. Ең ауыры мен осы деп санаймын, ауыр. Бірақ азоспермияның да бірнеше түрі бар. Оның түрін анықтай отырып, оны да емдеуге болады. Бірақ тек қана оперативті жолмен жүреді. Операциямен. Біздерде бұл деңгейлер қаншалықты дамыған емделу жолдары? Бізде қазір, енді мен қазір өзім областной больница жасаймын, бірақ бұл именно ер адамдардың бала көтерту жағы, ол репродуктология жағы ғой. Репродукция бұл мына областной больницаде және мына Атырау перзентханаларда ондайлар жоқ, ондай жүргізілмейді. Ол әрине мына Салтанат Берден деген кісіні танитын шығарсың. Вот сол кісінің үлкен СИД клиникасы, Экомед клиникасы бар. Мысалы, мен сояқта соның біреуінде жасаймын. Вот сол клиниканың ішінде қазір микроскоппен сондай операциялар жасап жатыр. Атыраудың өзінде қазір по западу, мына батыс Қазақстан бойынша Атырауда тұр бізде. Атырауда Астана, мына Ақтөбе, Орал және барлық неде Атыраудан жасап жатыр сондай операцияларды. Ер азаматтар азоспермия, мысалы 10 жыл, 20 жыл балдары жоқ ер азаматтардың жұмыртқаны ашу арқылы, ішінен каналдан сперматоидтарды іздеу арқылы микроскоппен тауып, бала көтертіп, өзінің табиғи балдарын сүйіп жатқан жанұялар бар.
атырауда мынандай операция, мынандай деңгей. Енді бұл тақырыпты қозғамасын білмейміз деп иә иә бұл сол осы менің айтқым келгені тоже мына интернетте мынандай нәрсе көп қазір. Витаминдерді көрсетеді, түрлі витаминдер, потенцияға, банағы тағы бірдеме, сондай бір нелер көп қой, ер адамның қуатын арттырады, не деген сияқты сондай нәрсе. Жалпы сол моменттерде простатит деген сөз көп қолданылады. Жалпы простата деген түсінік, не түсінік осы? Простата дегеніміз енді айтады ғой, ерлердің екінші жүрегі дейді простатына. Ол простата, простатит деген уже простатының қабынуы, қазақша айтқанда қуықтың астындағы без. Қуықтың астында орналасқан без. Сол ол бездің ер адам үшін қызметі өте жоғары. Бұл бездің жаңағы шауып каналда шауыптың шығуына өте үлесі жоғары. Оның жаңағы ер адамның иммундық жүйесіне де әсер етеді, сол жыныс жолдарын сақтау жөнінде. Оның көп орны жоғары. Егер сол бездің қабынуы, оны простатит дейді. Орысша тілмен айтқанда медицинада простатит дейміз. Қуық асты безінің қабынуы деп айтамыз. Енді ол жалпы қандай жағдайда қабынады? Иә, соның алғашқы қандай белгілері? Алғашқы белгілері ол кіші дәретке жиі бару, ең бірінші белгілер, наверное, кіші дәретке жиі бару. Кіші дәретке барған кезде дәреттің ашып шығуы, напордың азаюы, сосын шабаралықта ауырсынудың болуы. Егер де ол острый простатит болса, қабыну, прямо жедел түрде өтіп жатқан қабыну болса, әрине ол кезде температурамен де байқалады. Ал жалпы жағдайда қабынудың белгілері енді біздерде көбіне ер адамдарда мына жыныстық қатынастан кейін ғой, былай қыдырып қойып, содан бірдеңе жұқтырып, вот сол кездерде бірінші уретрит деген простатит, сондай сияқты қабынуларға этаппен қабынуға алып келіп жатады. Значит, ол жыныстық қатынас арқылы жұғатын инфекциялардың да себебі бар ғой, бір себебі бар. Сосын көп қозғалмайтын ер азаматтарда болуы мүмкін. Постоянно креслода бүйтіп отыратын болса, ол да кіші қан айналымының бұзылысын алып келеді. Ол жерде де абактериальный простатит дейді, инфекцияның себебі жоқ, бірақ воспаление, застойный простатит. Осыны айтады, бана мен шофер көп жол машина айдадым, сөйтіп отырып қалдым. Демек сол бір отырыс нелерде бір қысылатын бір нелер бар ма сонда? Жоқ, отдельно қысылатын бір участок жоқ, бірақ кіші қан айналымдағы кіші жамбастағы қан айналымының бұзылуы, ол уже бір себеп, сол простатаға және де жұмыртқаның жұмысының төмендеуіне, барлық көп себепке ол қан айналымының бұзылуы көп себепке алып келеді. Простатитте в основном ең негізгі мысалға ер азаматтарымыз қазір қарап отырған ер азаматтар менде простатит бар ма жоқ па деген ой туындайтын болса, ең бірінші жаңағы себептер, бірінші кіші дәреттің нашар жүретін болса, жаңағы жыныстық қатынаста енді бір тез бітіріп тастау дейді ғой, чрезмерно шауыптың тез келуі, ол да бір себеп болады. Екіншіден жаңағы шабаралықта ауырсынудың болуы, сосын жыныс жолдарынан бір бөліністердің пайда болуы. Енді тақырып ашылғаннан кейін банағыдай тез бітіру дейтін мәселеге келетін болса да, соның бір өзіндік мерзімі бар ма? Осы аралық мынау тез деп есептеледі, мынау дейтін средний. Енді тез бітіру дегенде біздер айтамыз, мысалға определенно негізі аралық жоқ. Бұл жерде бітіру ол ұрпақ жалғастыру. Бітірудің мақсаты, ең түпкі мақсаты ұрпақ жалғастыру. Одан шөп шығады, каналдан спермацоидтар шығады. Бұның егерде әйел адамның жыныстық жолына, яғни қадамына кіріп бітіретін болса, ол полноценный жыныстық қатынасқа жатады. Толыққанды жетілген қатынас. Ал енді біздер мына ер азаматтарымыз бен жаңағы өзінің жолдасының арасындағы, жұбайының арасындағы өздерінің жыныстық фантазиялары дейді ғой, соған байланысты кейбір адамдар ұзаққа созылғысы келеді, сондай сияқты әрине проблемалар ондай туындап жатады. Бірақ енді бұл жағдайда айтамыз, енді егер оның түрлерін анықтау керек та, қандай себеп. Психологический фактор болуы мүмкін, или жыныс мүшесінің өте қатты сезімталдықтың болуы жыныс мүшелерінің. Ондай жағдайда жаңағы өздерінің методтары бар, лидокаиновый тест дейді, например, жыныс жолдарына әртүрлі препараттарды қолдану арқылы соны анықтау
қай түрі қай стадияда екенін, қай түрі екенін қай түрі сосын сол ем барысын соған байланысты жүргізуге. Жалпы тез бітіріп тастау, егер де қынаптың ішіне кіріп бітетін болса, ол қалыпты жыныстық қатынасқа жатады. Түсінікті. Ал вообще енді ер адамдардың арасында жиі кездесетін қандай аурулар бар? Осы нәрсе жиі кездесіп тұрады деген. Ер адамдардың арасында жиі кездесетін аурулар енді в основном жаңа айтып кеткендей простатит часто кездеседі. Орхоэпидидимит дейді да, жұмыртқасының қабынуы. Сыртқы екі жұмыртқаның қабынуы, бір жақта орхид, эпидидимит дейді, жұмыртқаның қосалқысымен бірге қабынуы. Уретрит часто ол жастардың арасында көп кездеседі. Көп қыдыратын жігіттердің арасында көп кездеседі. Өйткені оларда сақтанбай жыныстық қатынасқа барған кезде инфекцияны жұқтырып алып, содан іріңді бөлініс болып шығып тұруы мүмкін. Бір жағынан мына айтып кететін кейбір жігіттер ойлайды, мен қатынасқа түседі, бірақ ірің шыққан жоқ, значит мен жұқтырған жоқпын деген сияқты жүретіндер бар. Ол да қате пікір ме? Ол да қате пікір. Өйткені инфекцияның кейбір түрлері бар, ол организмде жатады, бірақ білінбейді, ешқандай бөлініс болмауы мүмкін. Сондықтан бұндай жағдайда егер де сізде сақтанусыз танымайтын адаммен бір келеңсіз жағдайда сондай жағдай болған болса, мүмкіншілік болса тексеріліп жүрген жөн болады өзің үшін. Қазір таңда лабораториялар өте жан-жақта жетілген, жан-жақта көп. Сондықтан әр лабораторияға барып, даже бір күніңіз емес, бір 15 минут уақытыңыз кетеді ғой тапсырып кетуге. Соны тапсырып, артынан қорытындысымен осы жерде қаншалықты ер адам жиі барып тұру керек па жалпы? Қатынасқан ма? Тексерілуге енді 40-тан асқаннан кейін мүмкіншілік болса жылына бір рет тексерістен өтіп тұру керек қой. Жылына бір рет. Егер де өзіңе бірдеңе ұнамай жүрген болса, жаңағы кіші дәретінің нашарлап жүрген болса, или шауыптың шыққанда толықтай шықпаған сезімі, әлде шауыптың құрамында бір өзгерістер басталған болса, және өзін бір келеңсіз жағдайда сезініп жүрген болсаң, эрекцияның төмендеуі, яғни жыныс мүшесінің тұруының төмендеуі анықталып жүрген болса, ондай жағдайда әрине күтпей бір жылды тексеріле беруге болады өздерін. Вакцинация жөнінде не айта аласыз? ВПЧ вирус мысалға әйел адамдар, мысалы қазір не шықты ғой, вакцинасы шықты ғой, қыздарға 9 жастан бастап салыну керек деген. Ол бағанағыдай әйел адамдардың жыныстық қатынасының бір алдағы уақытта бір ауруларға төтеп беретін бір вакцинация. Осы нәрсе ВПЧ дейтін ер адамдарға керек па? Енді ол әйел адамдарда да, ер адамдарда да болатын вирустың түрі ғой. Ол әрине, мен даже мировой практика бойынша бұны даже ер адамдарға да салады ондай вакцина. Оны алдын ала ер адамдарға да жас кезінен бастап салып, алдын алуға болады. Енді бізде бірақ қазір ондай практикаде естімедім, то что жастарға, ер адамдарға практика. Бізде менде де естіген жоқпын, бір қыз балдарға салып бастаған білем. Біздерде оны да пока уақытша тоқтатты деймін да. 9-11 жас аралығында ма екен, қателеспесем, сол вакцинаны салып отырған несен. Просто интересно, егер ол банағыдай болашақта банағы қыз баланың денсаулығына пайдалы нәрсе болса, ер адамдардың денсаулығында да может сондай нәрсе болып қалмай ма деген немен қойылып отырған сұрақ қой. Жарайды, жақсы. Бұл енді ер адам, сіздің ойыңша әр ер адам білу керек, қарапайым қандай бір кеңестер бар, қандай бір білу керек осы нәрселерді? Қалай, мысалға зиянды заттар бар, алкоголь, темекі дейтін нәрселер, бұл нәрсенің бәрі міндетті түрде ол кері әсерін білдіреді ол жыныстық қатынасқа, мүшеге. Сол сияқты тағы да қандай нәрселер бар? Мен мысалға жігіттерге келген кезде, бірінші, например, менде спермограммасы нашар болса, мен оларға айтам, даже 3 нәрсе деп айтам, маңызды, жаңағы айтып кеткен 3 нәрсе ер адамдарға. Өзін өзі ұстап жүрудегі дәрісіз ең бірінші 3 нәрсе. Ол дұрыс тамақтану, уақытылы. Жаңағы ет, шұбат, қымыз, натуральный тамақтар. Консерванттар емес, кола, чипсы, кириешки дегендерге жақындамай, тек қана натуральный тамақтар, бірінші. Екінші, спорт. Активный спорт. Уақытылы қозғалу. Өткен жаңа айтып кеттік қой, кіші жамбас қан айналым бұзылса,
үлкен бұлшық еттердің қозғалысы. Өйткені мына табиғи тестостерон ер адамдарда ана көп қозғалатын ер азаматтарда әрине ол өте жақсы болады организмі қозғалысы. А егер отыра беретін еркекке қарағанда май басып очень көп қозғалған дұрыс болады. Үшіншісі жаңағы зиянды нәрселер ғой, жаңа айтып кеткен темекі, арақ, алкоголь, жаңағы наркотиктар, және қосымша нәрселер солар. Жалпы енді ер азаматтар қайда жүрсе де мен айтарым сақ болу керек негізі. Біздер ер азаматтар салқынға жеңді түріп жіберіп шығып кетеміз, үстімізді шешіп тастап, аяқты көтеріп алып, салқын суда балық аулап тұрып, секіріп түсіп кетеді, белшеңнен былай тұрады жігіттер. Ондай жігіттер мен таныстарымда да кездесіп жатады. Сол кезде оның бәрі күнделікті ондай нәрсемен айналысып жүрмеген адам болсаң, мысалы салқын суға жуынып, онда бір моментке ондай жасап керек емес. Сондықтан ол да жаңағындай ауруларға алып келуі мүмкін. Простатитке, сол моменттегі орхипедемитке, воспалениеге, соның бәрін алып келуі. Сондықтан әр азамат өзінің денсаулығына өзі жауапты, өзі күтіну керек. Енді бағанағыдай бұл спорт, тамақтану, дұрыс ұйқы да бар оның ішіне. Оның бәрі не ғой? Сол сияқты дұрыс айтасыз. Қазір жаздың кезінде пикник, балық, рыбалка деп жүрген кезде негізі сондай нәрселер көп қателік жасап жататын шығармыз. Енді қандай, енді түсінікті ғой, жалпы Қазақстанда біздегі елдегі бәрін не істемей қойып, кішкене денсаулыққа салғырт қарайтынымыз сол нәрсенің бәрі. Меніңше тақырып ашылды деп ойлаймын. Енді барлық сіздің өзіңізден бір қосып айта кететін бір нелеріңіз болса, бір біз халық білу керек деген сияқты. Халық білу керек деп айтатын ең бірінші айтарым ер азаматтарға, егер де мына жаңа семья құрған ер азаматтарға, және семья құрған, немесе семья құрайын деп тұрған, даже ата-аналарға да айтайыншы. Өйткені мына үйінде бірінші семья құрғанға дейін ең бірінші сіздер жаңа өсіп кеткен баланың денсаулығына сіздер жауапты боласыздар. Сондықтан баланың ең бірінші жаңа айтып кеттім, баланың денсаулығын күту, 13 жасында баланың денсаулығын тексерту, дәрігерге уақытылы апарып қаратып тұру. Екіншіден, жаңа үйленіп жатқан ер азаматтарға өзінің денсаулығын тексеріп, болашақ өзінің жұбайының денсаулығына жауапкершілікпен қарау. Үшіншіден, жаңағы үйленіп алып бала болмай жүрген ер азаматтар менден емес демей, жаңа әйеліңізден көрей бермей, бұндай жағдайда екеуің бірлесіп араласу бұл іске. Өйткені бұл ауыртпалық тек қана әйелдің мойнына берілген ауыртпалық емес, ол екеуіңізге берілген ауыртпалық. Сондықтан бұндай жағдайда екеуің бірге көтеру, бірге тексерілу, бірге жүру, бірге барып қаралу. Кейбір жағдайда просто көп уақытты жойып алып жатады, әйелі тексеріліп, ер адамдар тексерілмей қалып. Сондықтан бірінші ер азаматтың тексерілуі ол даже арзанға шығады. Спермограмма тапсыра салады, болды. Ал әйел адамға дейтін ол енді гинекологқа барады, осмотрдан өтеді, УЗИ-ге түседі, тағы бірден өтеді. Ер адамда спермограмма тапсырдың, 3 күннен 4 күнге жыныстық қатынасқа түспей, байны саунаға бармай, жаңағы зиянды әдеттерді көп қолданбай, бардың да сперманы тапсырып тастадың. Болды. Соның қорытындысымен уже сен белгілі болып тұрады. Сен ары қарай бала көтерту қауқарың қандай екен. Сосын үшіншіден жаңағы өзіміздің үйленіп, семья құрып, ары қарай өмірін сүріп жүрген ер азамат ағаларымызға бұндай жерде бұларда жас үлкейген кезде гиперплазия предстательной железы деген бар. Простатадан басқа жас ерекшелік жас үлкейген кезде ауыратын қуғасты безінің қатерсіз гиперплазиясы дейді. Сондай ағаларымызға айтарым, где-то 40-тан асқаннан кейін уақытылы ПСА, простата специфический антитела дейді, асты безінің қатерлі ісіктерін алдын алатын онкомаркерлер бар. Соны өздеріңіз үшін, оған дәрігерге барып та керек емес, өздеріңіз үшін тапсырып, поликлиникадан скрининг ретінде өздеріңіз өтіп тұру. Және де егер де кіші дәретіңіз жүрмей жүрген болса, қиналып жүрген болсаңыздар, онда жерде уақытында дер кезінде урологқа барып қаралу. Өйткені сіздер егер де ертерек қаралатын болсаңыздар, жаңағы қуықтан тиісіп прямой трубка салу, астынан кіріп, катетер салу. Мен өткен областной больницада. Осы нәрселерді естіп алғанбыз ғой бәріміз. Ана жаққа барсаң. Ол мен областной больницада жасағасын, бізде түнгі уақытта үлкен ағаларымыз келіп тұрады. Мен сия алмай жатырмын, 3 күн болды. Қашаннан бері аурусыз? Мен 3 жыл болды деп сөйтіп айтып отырады. Бір ретте дәрігерге қаралмаған ғой. Кейбір ауруда егер де уақытылы алдын ала емдейтін болса, оның алдын алуға болады. Сондықтан
түбіне дейін жеткізбей операцияға дейін апармай барынша алдын алып емдеп отқан жөн жігіттерге, соны айтар едім. Жалпы осындай керемет, рахмет. Кеңесіңізге енді осыны біздің проектіні қарап жүрген көрермендер болса, енді осы айтылған кеңестерден қорытынды шығарады деп үміттенеміз, соған сенеміз, және болашақта жақсы ұрпақтың келуіне бізде жауапкершілігіміз үлкен екенін ұмытпауды естеріңізге тағы да салып кетемін. Рахмет, келгеніңізге көп керемет әңгіме болды.